Я достар деп әдеді бүйтірендей. Ассаламағалейкум. Достар, ассаламағалейкум. Бүгін жаңа рубрика демей қойын, жаңа обзор. Кішігірім, көп нәрсе айтпайым. Сіздермен бірге мен Дәурен Амангелдиев. Осыншама уақыт болам, әлбетте. Конечно, каналға тіркеліп, лайк басып кетейік. Насосканы көрдіңіздер ма? Mitsubishi или Mitsubishi, білмеймін точно ағайындар. Паджеро, екінші поколение. Кеттік. Bitch, I'm outside of some movie. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat. Swagged out, from here we bringing them gas out. I still got some racks stuffed in the trap house. Off the 42, I'm blowing her back out. I'm back on my bullshit, spin back with a full clip. They say I'm moving ruthless, and my shooters they shooting. I won't take of they roof, Chris. Не дешет? Лайнекс? Бізде әдемі, бізде покраска емес, покраска неме, Лайнекс деген білесіздер ғой, матылы. Бәрін кәдімгідей істелінген ғой үшін. Бізде главный көрсетеш ағайындар 33-тік дюймдік комплектный баллондар Big Horn N дегеннен шыққан. В общем, 33-тік қой. Любой жерден шығып кетесін деп тұр ғой. Анау тұрған подушкалар мысалы рама дейді. Астында мост, амортизатор. Бәрі жағдай жақсынан істелген ғой бұлардың. Бәрі ше мақсаттанген жолда қалғамайды көлік деп айтады ғой. Бірақ анау яман ұстаған кезде жаман теді. Жол талғамайтын керек, бірақ яман ұстасан жаман теді. Сонысы жаман. Бізде мотор Қазекендердің V6-ті ғой. Объемын айтқайық, объемы 3 жыртады, айырам деп тұр ғой. Бензин жоқ. Кәдімгі, бензин жоқ тасты ғой. Ой, үйрек қалады. В общем, газ жоқ. Кәдімгі V6 мотор. Хазайынан сұрайын десең, хазайында дым бөл. Давай. Басын. Өзім ашқандай болшы. Японстар не істеген кезінде? Дымда істемейін, простой. Жейттір. Басқа не дейсің, олар басқа шығармайды ғой? Сүртілмеген. Кірік. 75-тік аккумулятор. Одан төмен салсаң, негізі 100-тік тұру керек негізі. 75-тік аз болып қалып отыр. Қалада жүрсең ағайындар, қалада жүрсең көздің бәрі сенде. Енді вид жібермейді ғой, қарасаңдар. Видтің көкесін беріп тұр айналайын ғой. Бұдан артық саған қандай вид керек? Ада смело аяғын шығарып тұрып айдайсың, бірақ механикада аяқ шығаруға болмайды. Қағелік. Нарықта жалпы баға көлемі 2,5-3 миллион ғой. Негізі бұл көліктің бағасы 3,5 миллион. Вообще полный істелінген, готовый, дайын тұрған көлік қой. Міндің, кеттің, оталдырдың жалпы. Бізде бұның несі істелінді, жалпы полный покраска. И астында полный ходовой істелінді. Қазір смело көшеден толық өтіп кете бересің. Где-то 10-15 сантиметрге көтерілген. В общем, 80-нен ассаң уже шайқайды осы. 100-ге барсаң уже билеп отырасың ішінде бүйтіп жан-жаққа. В общем, не видтан басқа дым жоқ негізі. Не убиваемый дейді ғой. Бұны өлтіру үшін сен бірінші, бұны өлтіру үшін бірінші бұл сені өлтірді, сосын барып бұл сені, сосын барып өзі өледі. А так не убиваемый көлік. Кожа. Можно. В общем, салонда тап-таза. Ағайындар, біз салонға келдік. Жалпы салоны кең. Кәдімгідей Land Cruiser'ден кең емес деп айтамын. Ыңғайлы бәрі. Бір жаман жері механикада. Механика любой жерден шығып кетесіңдер. Салонда бәрі істейді. Жан-жағын бәрі істеп, полный істеп тұр.
пешка меншка анау мынау полный электропакет. Бізден ар жақта көріп отқандарыңыздай задний ведущий бар. Артқа 2 скорость қосылады. Қимылдатпай ақ қой енді, біреудің машинасы ғой енді. Нақта полный привод бар и блокировка бәрі қосылатыны бар. В общем, қадалған жерде любой жерден шығып кетесіздер ғой. Бізде бұл Паджеро екінші поколение. Қай жыл еді? 94. Ватя. Қопарып өте ме қазір? Қасында бір айта жатса қорғап отырасың ғой. Шайға айдауы кәдімгі неше. Қорғап отырасың. Аға. Қырықтан асырмайсың ғой. Қорқасың ғой, қырықтан асырсың. Тоқтай алмайсың ғой мен. Қорқыныш сияқты точно. Қаланың ішінде тек айтайға 50-60 айдауға, 70-80 айдауға болмайды. Ей, тоқтата алмаймын мен. Сен бұдан анау ғой, бірақ тормозды до конца басып отырмай керек қой. Тормозды бастың алдың болды. КамАЗ едесің ғой, мысалы КамАЗда грузы 20 тонна, 25 тонна басып алсың ғой. Бастың алдың, не алыстан расстояние ұстап отырасың ғой. Осы расстояние ұстамасаң, бір қопарып өтесің ғой. Содан қорқасың да содан кейін. Бұның саған жарыспайды мен. Сана баллондардың датова дәулігінен бар ғой ше. Ыңғайсыз екен адам. Ыңғайсыз. Жарамыз айтып жүр. Елді бәрі қарап қалған дейсің. Міне мына машинаға бәрі қарайды по-любому. Мені бастады. Неше қылайды сонда? Коллектор ғой, коллектор. Бәрі тиын жоқ, тиын бар ма? Тиын жоқ, ағайында тиын жоқ. Бәрі тиын жоқ, қалып кетті. Жарамаз. Мына не шиқылап отқан? Коллектордағы прокладка. Ұят қой видео өткен ертең, да? Нормально. Там көтеріп отыршы. Ош, бля. Нарушать етпесең, брат. Мен, брат, нарушать етпесем жүремін. Етпесең. Нарушение, это мое дыхание, брат. Біреудің артына кіріп кетсе обязательно бар да дейді. Құдай сақтасын. Бір қыз қақып кетіп жатыр ғой мына жерде, ё-моё. Осы мен ма? Брат, мен екен деп ойлап қалады. Мен екен. Әдемі екен. Әдемі. Қойшы. Аға. Дәу дегенде өзім сияқты қойшы. Әдемі жан-жағынан. Бірақ ана управление қиындауса. Өйткені анандай дәу 33-тің баллондарын оңай дейсің ғой управление. Мә қимылдандыршы кішкентай. Қандай? Қандай жоқ, қандай болмайды. Бару екен білемін ғой. Екі подполковник. Ауыз ашарға шамалап уақыт тұрған бош дейсің. Брат, үлгереміз ғой ауыз ашар құдай қаласа. В общем, задний камера бәрін көрдіңіздер. Салон осы. Қарапайым ештеңе жоқ. Бәрі өзіміздікі. Главный мынау ғой. Ең плюсы мынау ғой. Бізде. Ағайдар, бізде болған Паджеро екінші поколение. Кішігірім ауыздар болды енді. Көп нәрсе айта алмайсың ғой. Білмеймін де. Енді келесінде енді тағы да бір көліктер табамыз. Келесі Рубикамызды білетін шығарсыздар. Барыңа құдайға шүкір. Бірақ бұл оған жатпайды. Сіздермен бірге болған мен Дәурен Амангелдиев. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Сіздер керексіздер ғой. Давай, в общем.